Микки Маустың шынайы оқиғасы. Бүгін біз таныс символдың бар шындығын айтатын боламыз. Сахна артына көз жүгіртіп көрейік. Миккидің неге осындай көңілді кейіпкер екенін анықтаймыз. Ежелгі заманда әлем көңілді және ақкөңіл Микки туралы білген. Жер бетінде қорқыныш пен үмітсіздік тудыратын ежелгі зұлымдық болды. Дүниежүзілік Дисней халық ертегілері мен аңыздарын мұрағатының зерттей отырып, осы ежелгі зұлымдық туралы еске түсіреді. Зерттеусі ұрықтандырылған және сонымен бірге оның күшіне таң қалған. Ол бұл зұлымдықты қуаныш символына айналдырды. Осылайша әлемге Микки Маус келді. Зұлымдыққа қарсы тұру үшін жасалған кейіпкер болды. Бірақ ежелгі зұлымдықты өзіне сіңіріп, Микки кейпіне еніп жаңа дәуірде өмір сүруін жалғастыруда. Миллиондаған фанаттардың артында көңілді кейіпкер болып қалды. Микки Маус біз білетіндей көңілді кейіпкердің артындағы жасырылған жауыз кейіпкер. Ол ежелгі зұлымдықтың және әлемнің қара күштерін өзіне тартатын шамшыраққа айналды. Келесі жолы сол күшті көріп естіген кезде Микки Маус бейнесінің астарында не жатқанын ойлаңыз. Қуаныш символында зұлымдықтың бейнесі бола ала ма? Комментарияға жазып кетіңіздер. Видео ұнаса лайк басып, подписаться кнопкасын басып тіркеліп кетіңіздер.